Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп. Апай айтасыз, не жазып жатсыз? Ой балам, мен өлең жазып жатырмын. Ой ата, сен өлеңді жарыққа білен айт берейінші. Жарайды қызым, айта ғой. Қылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаптанба. Ойнап босқа күлуге, бес әсеге қашық бол, бес әсеге асық бол. Адам болам десеңіз, төлеуін өмір алдында, оған қайғы десеңіз, өсек өтір мақтан жап. Емчек бекер мал шашпақ, бес тұшпанын білсеңіз, талай еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Ой Адина қызым, өркенің өссін, рахмет жаным. Балаларым, сендер көп оқыңдар, өйткені білімді адам дана болады. Әр қашан еңбек етсеңдер балалар, еңбек еткен бала бақытты бала болады. Түсіндіңдер ме? Үлкендерді сыйлау керек. Кіші сәлем беруді ұмытпаңдар үлкендерге. Кішіге қамқор болып, үлкенге құрмет көрсету керек. Өтірік айтпау керек. Шындық айту керек, әрдайым шындықта жүру керек. Сонда сендер жақсы бала боласыңдар, және де ата-анаға, елге сыйлы боласыңдар. Жарай ма балалар? Еңбек ету керек, көрдіңдер ме? Еңбектенсеңдер барлық армандарың орындалады балалар. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.